президент тарапынан тұжырымдамалық шешім қабылданды. Зейнетақы жинақтарымыздың бір бөлігін келесі жағдайларда пайдалану мүмкіндігі беріледі. Ол тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және қаржы компанияларға басқару үшін аударуға. Кімдер қандай жағдайда жинақталардың бір бөлігін ала алады? Біріншіден, ол жұмыс істеп жүрген біздің азаматтар, яғни бірыңғай зейнетақы қорында жарналары бар азаматтар, егерде олардың жиналған сомасы жеткіліктік шегінен асып жатса. Бұл жерде негізгі қағидат біздің зейнетақы қорындағы жиналған ақшаларымыздың болашақ жинақтаушы зейнетақы қорынан алатын төлемдерге арналған. Президентіміз айтқандай мақсат оның бәрін таратып беру емес, сондықтан бір бөлігі, қажетті бөлігі қалуы тиіс. Одан асқан ақшаны азаматтар өз еркімен жаңағы жоғарыда айтылған мақсаттарды шексіз пайдалануға мүмкіндігі бар. Бұндай азаматтардың саны болжам бойынша 530 мың адамды құрайды. Екіншісі, зейнет жасына жеткен кісілер, егерде оларда жинақтаушы қорында қаражаттары бар болса, ол кісілер сол қаражаттың 50%-не дейін ала алады. Бұндай кісілердің саны бізде 178 мыңнан асады, оның ішінде құқық қорғау органдарының зейнеткерлеріне де тарайтын болады. Бұл жерде бір ғана шарт болады. Ол зейнетке шыққан азаматтардың мемлекеттен алып отырған зейнетақысы, жинақтаушы қордан алып отырған зейнетақысын бәрін қосқан кезде, оның зейнетке шыққан кезде табысының кемінде 40%-нен төмен болмауы керек. Бүгінгі таңға елімізде бұл көрсеткіш 63%-ке жетіп отыр. Үшіншісі, зейнетақылық аннуитетті реттеген азаматтар рәсімдеген, егерде оларда жинақтаушы қорына, сақтандыру қорына аударғаннан кейін жинақтаушы зейнетақы қорында қаражаттары қалған болса, оларды толығымен алуға болады. Бұндай бізде елімізде 13.300 азамат бар. Осылай барлығы 721 мың қазақстандық осы мүмкіндікті пайдалануға болады.